Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім және подписчиктерім. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін біз сіздермен қарапайым және оңай небәрі 2 өнімнен дайындалатын өте дәмді кетчуп дайындайтын боламыз. Дәл осы кетчуп менің клиенттерімнің арасында ең көп сұранысқа ие кетчуп. Нанға жағып жесе де, ет тағамдарына қолданса да, балыққа да қолданса болады. Бізге керек заттар: помидор 4 кг, сарымсақ 1 кг, 3 тал чеснок, 300 грамм қант, 2 ас қасық толық тұз, 1 чай қасық корица, 1 чай қасық гвоздика, 1 чай қасық қара ұнтақталған бұрыш, 1 чай қасық қызыл ұнтақталған бұрыш және 1 қасық 70% уксус керек болады. Керек заттарды астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Кетчупқа помидорларымыз жақсы пысқан және етті помидорлар болғаны жақсы, өйткені етті помидорларымыздың суы аз болады. Помидорларымызды 2-3 қайтара жақсылап жуып аламыз. Енді алдымен 2 бөлікке бөліп, оны тағы да 3 бөлікке бөліп тураймыз. Ерітгіштен өткенде симай қалмайтындай етіп тураймыз. Помидорларымызды ерітгіштің көмегімен жақсылап турап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де келесі менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тартылған помидорларымызды табаны қалың кастрюльге құйып, бірден газға отқа қоямыз. Отын қайнағанша көбейтіп қойсаңыздар болады. Қайнаған соң азайтып бірге қойып қойсаңыздар, асты күймей бір келке қайнайтын болады. Және арасында араластыру тұру керек. Енді помидорларымызды 1 сағат қайнатамыз, қақпағын жаппай. Осы аралықта жуаларымыздың қабығын аршып жуып аламыз. 2 бөлікке бөліп, оны тағы да 3-4 бөлікке бөліп турап аламыз. Жуамызды да ерітгіштің көмегімен турап аламыз. Мен 3 тал чеснок қостым. Егер чеснокты ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Сіздерге чеснок қосқан ұнайды ма, жоқ әлде чеснок қоспаған ұнайды ма, комментарияға жаза кетсеңіздер. Және келесі қандай рецепт көргілеріңіз келеді, оны да жаза кетсеңіздер болады. 1 сағат уақытымыз өтті. Помидорларымыздың суы біршама тартылды. Енді осы помидорларымызға тартылған жуа мен чесногымызды салып, тағы 20 минутқа қайнатып алатын боламыз. Уақытты телефондарыңыздың будильниктеріне қойып қойсаңыздар болады. Мен, например, 1 сағат деп будильник қойып қоям, одан кейін 20 минут деп солай қойып отырамын будильникті. Помидорларымыз бен сарымсақтарымыз 20 минут қайнады. Енді біз қантымызды, дәмдеуіштерімізді, тұзымызды салып, тағы 20 минут қайнататын боламыз. Құрметті көрермендер, менің каналымда бұдан да басқа 2-3 түрлі кетчуптың түрлері бар. Оларды да көрсеңіздер болады. Және де мен ешқашанда магазиннен кетчуп, томат сатып алмаймын. Кетчупты ешқандай қоспасыз, концентратсыз өздеріңіз дайындап алғанға не жетсін, е? Ал енді осы уақыт аралықта банкаларымызды дайындайтын боламыз. Мен банкаларымды алдын ала содамен, жылы сумен жуып алған болатынмын. Енді банкаларымызға 100-150 граммдай су құйып, микроволновкаға 10 минутқа қойып, стерильдеп алдым. Қақпақтарымды да кастрюльге су құйып, оған қақпақтарымды салып 5-6 минут қайнатып алдым. 20 минутымыз өтті. Енді 1 қасық уксус құйып, тағы да 5 минутқа қайнатып аламыз. Міне енді кетчугіміз дайын. Енді ыстықтай бірден банкаларға құйып, банкалардың қақпағын бірден бұрап жабамыз. Жай қақпақ болатын болса, бұрандамен бекітіп аламыз. Аударып 1-2 тәулікке жылы жауып қоюымыз керек болады.
Құрметті менің көрермендерім, менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Сіздерде дәл осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына ат салысып, каналыма жазылып, достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.